أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ассаламу алейкум, қадірлі, құрметті, мұхтарам, мұсылман, бауырлар. Бізді жоқтан бар қып жаратқан, жаратушы, жаббар хаққа мың мадақ. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға сансыз салауат болсын. Қадірлі ағайын, бүгінгі қозғайын деген тақырыбымыз бұл, яғни бұл фәниден кейін басталатын барзақ әлемі, бақи өмір, яғни қабір азабы, қабір әлемі жайында болмақ. Алла тағала біздің қасиетті кітабымыз Құран кәрімде айтады: Астағизу билля, күллу нафсин заиқатил маут. Әрбір жан иесі өлім дәмін татады. Яғни, қадірлі мұсылман қауым, бұл қасиетті кітабымыз Құран кәрімдегі аятта Алла тағала тағы да бір неде айтады: күллу мән алейха фән. Яғни, әрбір нәрсе ол уақытша, жалған дейді. Осы қасиетті аяттарға қарап, біз бұл дүниенің уақытша адам баласына сынақ үшін берілгенін аңғарамыз, ұйғарамыз. Жалпы ғұлама, ғалымдар айтады, адам баласының өмірі мына 5 этаптан өтеді. Біріншісі ана жатыры. Екіншісі бұл фәни жалған дүние. Үшіншісі барзақ әлемі, яғни қабір әлемі. Төртіншісі махшар, адамның барлығы қайта тіріліп, есеп қисап, Алланың алдында жауапқа тартылады. Содан пенденің жасаған жақсы амалы жоқ болса, мәңгі тозаққа кетеді. Пенденің жасаған жақсы амалы көп болса, Алланың рахым, фазил караматымен мәңгі мекен, нығметі түгіп таусылмайтын жұмақ, яғни қазақ оған пейішбақ дейді, жәннатқа кіреді. Осы 5 этаптан бүкіл адам баласы өтері хақ. Бұған еш дауа, күмән жоқ, құрметті ағайын. Бірақ біздің ғұлама ғалымдарымыз айтады, яғни осы фәни болған дүние өте маңызды. Кім осы фәни жалған дүниесін мәнді, мағыналы, дұрыс ғұмыр кешетін болса, оның қабірдегі өмірі, пайғамбарымыздың хадисі оған дәлел. Яғни қабір жәннатқа кіретін жақсы адамның жаны үшін жәннат бақшаларынан бір бақша дейді. Ал бұл қабір жаман адам үшін сондай жалындап жанып тұрған жаһаннам шұңқырларынан бір шұңқыр дейді. Құрметті қадірлі ағайын, бұл қамшының сабындай қысқа ғана өмірді мәнсіз, мағынасыз қып, былғап, кірлеп алып, мәңгі өмірге барғанда опық жеп, бармақ шайнап, ақырып, өкініп, Алланың мәңгі азабымен азапталып қалмас үшін Алла бізге қасиетті Құран түсірді, пайғамбар жіберді. Қасиетті Құран және пайғамбарымыздың мүбәрәк қасиетті хадис шәрифтерінде сіз бен бізді осы өмірге қалай дайындалу керек, қайтсек қабірдің азабынан біз құтыламыз, біздерге өсиет қып қалдырған. Сондықтан біздер шама шарқымыз жеткенше, қолымыздан келгенше, жоғарыдағы айтылған аят хадиске амал ете отырып, осы мәңгілік мекен қабірге ойлы көзбен қарап, дұрыстап дайындалудың қамын жасайық, құрметті көрермендер. Себебі адам баласы қанша атақты, абыройлы, мансапты болса да, бірақ оған тәнінен жаны шыққан күнақ, оны пәленше олигарх,
болмаса атақты мынау тұлға академик қайда демейді. Оған келет дағы мәйіт қайда? Өлікті жудыңдар ма? Табытқа салдыңдар ма? Деген сияқты осындай атпен оларды атайды. Атағы дардай болғанымен қауқары қылдай талай құдайдың әлсіз жаратылған құлдары өмірден өтіп жатыр. Өте беретті. Бірақ бұл өмірден кеткеннен кейінгі басталатын мәңгілік өмірде кім қаншалықты Алла алдында абыройлы, дәрежелі, қабірде азап көре ма, көрмей ма, ол Алланың алдындағыз. Сондықтан, құрметті бауырлар, адам бұл өмірден өткен кезде мынандай ғана бір төмпешік болып қабірде жатады. Қабір әлемінде. Бірақ, құрметті көзі қарақты көрермен қауым, кім бұл өмірде жақсы адам болады? Сол бір ғана кішкентай төмпешікте мәңгі өмірі жақсы болады. Кім мына өмірде жаман, сондай әділетсіз, сондай күнәһар, сондай залым адам болып өтсе, пасық, мұнафық, кәпір болып өлетін болса, сол мәңгілік мекені бір төмпешік, яғни қабірде азабы қатты болады, және мәңгі болған өмірі құрдымға кетеді. Тозақта жанады. Алла сақтасын. Сондықтан ақылдың алыбы Құнанбайдың баласы Ибрахим, біздің атамыз Абай, бір сөзінде айтады, Абай Хакім. Адамзат бүгін адам, ертең топырақ, бүгін өмір жарқылдап алдар бірақ, ертең өзің қайдасың білемісің, өлмек үшін туғансың, ойлан шырақ деп. Сіз бен біздің атамыз ойлануға шақыруда. Қадірменді бауырлар, біз шындығында Алладан қорқып, барынша адал өмір сүруге, һәм иманды ғұмыр кешуге біз әрқашан ұқыпты болуымыз керек, мұсылман ретінде. Себебі жақсы адамның жанын Алланың нұрдан жаратқан мәләикалары, періштелер таласады екен. Бұл жанды Алланың құзырына мен апарам. Жәннаттан алынған бір орамалмен адамның жанын алып, Алланың құзырына барады екен. Алла субхана ва тағала, яғни бұл қандай жақсы адамның жаны деп, оны сондай барзақ әлемі, қабірде жәннат бақшаларынан болған бір бақшаға қояды. Адам онда ұйықтап демалады. Одан кейін мақшарда тірілтіп, есеп қисап болып, өмірдегі бүкіл сүрген өміріне әділ түрде таразыға амалы тартылып, жақсылығы көп болып, мәңгі мекен жұмағына Алла субхана ва тағала қоя береді екен. Біз қолымыздан келгенше осы періштелер біздің жанымызды таласып, Алланың құзырына апарып, жақсы адамдардан болуды қаласақ, құрметті, қадірменді мұсылман қауым, біз Алладан қорқайық, тақуалығымызды күшейтейік, Құдай бұйырған 5 парызды шама шарық жеткенше қаза қылмай, өз уақыттарында тиімді орындап жүруге тырысайық. Алла тағала бәрімізді өлетін қып жаратты. Бәріміз дүниеден қайтамыз. Біздің қазақ өлген адамға өлді деп айтпайды. Ол дөрекі, қайтты дейді. Қайтыс болды, иманы жолдас болсын деп көңіл айтасыздар. Неге? Себебі ол Алласына қайтты. Ол өзін жаратқан Раббысына қайтты. Адам баласы мына жалғанда жүргенде жаны жайбарақат таппайды. Ыстық болса ыстық дейміз, суық болса суық дейміз. Қарнымыз тойып кетсе тойдық, аш болса аш болдық дейміз. Неге? Себебі бізді Алла тағала Әл-Мисақта жанымызды жаратқанда, біздің адам баласының жаны мәңгілік рахат, жәннатты көрген. Яғни о дүниені көрген. Сол, яғни мәңгілік жәннатқа барып қана адамның жаны жай таппақ. Яғни осы жанымызды
жақсы мекенде жай таптыруды қаласақ, қадірменді мұсылман бауырлар, бұл жалғанды жалпағынан басып, күнәнің түр-түрін істеп, қабірде азап келтіретін харамнан нәпсімізді біз бір сәт ауыздықтайық, тоқтатайық. Шындығында топырақтан шыққан тән топыраққа қайта тапсырылады. Адам баласы мейлі ол су астында, мейлі ғарышта, мейлі денесін жағып, күлге айналдырып, суға ағызып жіберсе де, ол міндетті түрде, яғни Алла тағала айтады Құранда: «Мимма хотиатихим уғриқу фадхулу нара». Суға батырылды да отқа салынды деген аяттағы фә жалғауы араб тілінде істің бірден болғандығын білдіреді. Демек, адам баласы, яғни жаны жер қойнауына берілмесе де, бірақ оның рухы Алланың құзырына кеткен үшін ол жан бәрібір қабірде, яғни Алла тағаланың күнәһар жаны болса азап шегеді, болмаса жақсы жан болса қабірде жәннат бақшаларынан бір бақша болады. Демек, Нух алейхиссалам пайғамбарға иман келтірмеген қауымның суға батып өлгеннен кейін бірден отқа салынғандығы айтылып тұр бұл жерде. Саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір сөзінде қабір жәннат бақтарынан бір бақ, немесе тозақ шұңқырларынан бір шұңқыр. Пенденің уақыт сағаты біте салысымен екі періште оның жанын көкке көтеріп әкетеді. Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбарымыздың, ол кісіге Алланың игілігі мен сәлемі болсын, мүміннің рухы шықса, оны екі періште алып көкке көтеріледі дегенін рауайт еткен. Адамдардың істеген істеріне орай жанның тәннен ажырауы, көтерілуі екі түрлі көріністе жүзеге асады екен бауырлар. Салихалы пенденің рухының көкке көтерілуін пайғамбарымыз сахабаларына бүге-шүгесіне дейін сипаттап, егер мұсылманның, мүміннің рухы тәнін тастап шықса, оған аспан мен жердің, яғни арасындағы барлық періште және аспандағы әрбір періште тек қана игілік, жақсылық тілейді. Ол үшін аспан есіктері ашылып, оған әр есіктің тұрғындары дұға етеді. Егер оны өлім періштесі алса, оны қас қағым сәтке де басқа періштелер алғанша қолынан түсірмейді. Олар оны жәннаттан әкелген кебінге орап, жәннаттан әкелген жұпар, қош, керемет иіспен иістендіреді. Осман ибн Аффан радиаллаху анху қабір қасында отырып қатты жылайды. Қасындағылар: «Жәннат пен тозақты ойлап жыладыңыз ба?» деп о кісіге сұрақ қояды. Жоқ, оған емес. Ақиқатында қабір ақырет мекендерінің бірі. Кім қабірдің сұрағынан жеңіл құтылса, одан кейін сұрақтар ол пенде үшін жеңіл болады деген екен. Абу Лайс ас-Самарқанди: егер мына жерге тіл бітетін болса, адам баласына былай айтар еді: «Ей адам баласы, үстімде жүресің, ішімде қамалып жатасың. Үстімде кез келген нәрсені жейсің, ішімде сені құрт құмырсқалар жейді. Үстімде мәз-мейрам болып күлесің, ішімде қайғырып жылайсың. Үстімде топпен жүрсің, ішімде жалғыз қаласың. Үстімде күнә жасайсың, ішімде азапталасың» деп айтқан екен. Көріп тұрғанымыздай, әр адамның кездесетін әлемі қабір болады жамағат. Бірақ қабірдегі қалымыз жақсы болу үшін біздің бүгінгі амалымыз ізгі болуы тиіс. Кім қабір азабынан құтыламын десе, ғалымдар 4 амалды жасап, 4 нәрседен бойын аулақ ұстасын, таза ұстасын дейді. Бірінші, намаздарға ол адам әрқашан бекем болсын. Садақаны көп жасап, Құранды көбірек оқысын. Пайғамбарымыз айтады, Құранда
30 аяттан тұратын бір сүре бар. Кім соны күніге жатарда оқып тұрса, қабірде азап көрмейді. Ол қасиетті, яғни мүлік сүресі. Алланы көп ұлықтау. Және 4 аулақ болатын нәрсе, бірінші өтірік айтпау. Мұсылман қандай жағдайда өтіріктен қашу керек? Ешқашан адамдарға, жалпы мақұлықатқа жаратылған нәрселерге қиянат жасамау. Үшінші, бүкіл өсекшілердің бәрі күнәһар. Зәрден сақтаныңдар деген. Адам кіші дәрет сындырғанда да сақ болу керек. Кім осындай жақсы малдарды өзіне серік етіп, ғұмырын салихалы өткізсе, оның қабірі, жанының рахаты болары сөзсіз. Ал кім осынау өткінші өмірде бойын күнәлі істерге жеңдіріп, нәпсісіне ерік берсе, қабірдегі халінің мүшкіл болатыны да ақиқат десе. Және тағы бір руаятта пайғамбарымыз қабірлердің жанынан өтіп бара жатып, екі қабір иесінің жағдайын баяндап, расында бұл екеуі азапталып жатыр, бірақ үлкен күнәмен азапталып жатқан жоқ. Кейін, ол екеуінің бірі сөз тасып жүретін, яғни өсекші еді, ғайбат айтатын, сондай жаман күнәһар адам еді. Ал екіншісі кіші дәреттен кейін тазаланбайтын еді, деді. Яғни, құрметті бауырлар, біз мән бермейтін кіші дәреттің өзі бұл маңызды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қабірлердің жанынан өткенде олардың даусын естейтін. Егер адамдарда қабір азабының даусын есту қабілеті болғанда, қабірге деген қорқыныштан олар бірін-бірі жерлемей, тіпті өмір сүруінің өзі қиындап кетер еді деген екен. Абу Аюб Аль-Ансари радиаллаху анху бірде Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам күн батқаннан кейін тысқа шықты. Кенет дауыс естіді. Сонда сахабалар: "Не естідің, Алланың елшісі?" деп сұрақ қойды. Алланың елшісі: "Яһудилер қабірлерінде азапталып жатыр, қатты қиналып жатыр екен" деді. Өмір ақиқат, өлім ақиқат. Расында өмір өткінші, алдамшы, өзіндегі барымен адамзатты арбап, жалғанды шындай етеді. Айналаңда қоршаған ортаң, жақындарың, бала-шаға, ата-ана, байлық, билік бәрі де қалар бір күні. Негізінде нағыз өмір өлімнен кейін басталады. Қараңғы қабір, көр, мола, құрт құмырсқаның илеуі болған қорқынышты бір мекен қабір деген. Абу Бакр Сыдық радиаллаху анху айтады: "Ақыретіне еш азық жинамай өмірден өткен адам бейне бір ашық теңізге кемесіз тасталған адаммен тең. Олай болса, сол бір өлмес өмір келместен, есігімізді ажал періштесі қақпастан бұрын ізгілікті іс жасап, келген жерімізбен, келудегі мақсатымызды және барар жерімізді еш естен шығармағанымыз жөн шығар. Сірә, біз қалайық, мейлі қаламайық, Алланың ажалы келері хақ. Алайда Алладан сұрарымыз, Алланың тек қана ақ өлімі, ащы тұз тамақтың дәмін кіргізетін тәрізді өлім бәлкім өміріміздің мәнін кіргізеді. Құрметті қадірменді жамағат, өмірге адам қайту үшін келеді. Аллаға сансыз мадақ, шүкір айту үшін келеді. Яғни жанымызды қара жерге тапсырғанда қарасақ қасымызға қай туысымыз жатады? Ешкім жатпайды. Қабірде адам жалғыз қалады. Ал бірақ жалғыз қалғанда қасыңа шапағат жететін, қасыңда салихалы амалдарын көп болып, қараңғы көріңді нұрға бөлейтін, лайым, игі, салихалы жақсылығымыз көп болсын. Алланы разы етейік, Алланы разы ететін жолда жанымызды құрбан етейік. Жаратқан Алла бәрімізге қабірдің азабын келтіретін жаман, күнәлі, харам істі істеуден сақтасын. Алла тағала бәрімізге лайым, иншалла, осы мәңгілік мекенде, яғни жәннат бақшаларынан бір бақша болған
сол жақсы мекенде жайымыздың, жанымыздың жай табуына жаратқан Алла баршамызға жәрдем берсін. Ва ахиру дауана валхамдулиллахи роббил аламин.